Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Сіздер мені естіп отырсыздар ма, құрметті ұстаздар? Сәлеметсіз бе? Естіп отырмын. Аха, жақсы. Саламатсыздар. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Онда біз бүгінгі трансляцияны бастай берейік. Құрметті ұстаздар, Шет ауданының құрметті ұстаздары, біз бағана таңертең Балқаш қаласында трансляция жасаған болатын тұғынбыз. Онда бізде 30-дан аса адам қосылып еді. Қазір бүгінгі күнде бізде 18 адам қосылып отыр екен. Айжан Карибаевна қазір қосыла жатар. Енді мен уақыттың тығыздығына байланысты, өйткені бұл Zoom ғой. Уақыт қазір Zoom-ның уақыты өтіп кетуіне байланысты мен бастай берейін. Құрметті әріптестер, біз сіздерге ұсынып отырған автор құрастырушы ретінде жұмысымыз 6 сыныпқа арналған тұтас мәтін арқылы оқу сауаттылығын дамыту таңдау курсының бағдарламасы және мұғалімдерге арналған әдістеме құралы және оқушыларға арналған жұмыс дәптері сіздерге назарларыңызға ұсынылып отыр. Енді құрметті әріптестер, сіздер бұл бағдарламаны жасауға не түрткі болды, немесе не себептен бұл бағдарлама енгізілді, қандай қажеттіліктерден туындады деген сұрақ туындауы мүмкін. Әріптестер, қазіргі қарқынды дамыған заманда сауаттылық ұғымының аясы өте кең. Оқушылардың мектеп қабырғасында алған білімдерін олар өмірлік тәжірибеде жүзеге асыра алмауы, тұлғаның әлеуметтенуіне функционалдық сауаттылығы мен дағдысының қажетті деңгейде қалыптаспау мәселелері осы тұтас мәтін арқылы оқу сауаттылығын дамыту таңдау курсын енгізуге түрткі болды. Енді осы таңдау курсы мектептің педагогикалық ұжымында талданды, аудандық эксперттік кеңесте отырысында қорғалды, бекітілді. 2023-2024 оқу жылында тәжірибеге енгізіліп, апробация өткізілген болатын. Енді бағдарламаның мақсаты сіздерде слайдта тұр. Бұл дегеніміз осы өскелең оқушыларымызға, келе жатқан жас ұрпаққа оқуға деген белсенділіктерін дамыту және функционалдық сауаттылық тұлғаны дамыту үшін ықпал ету. Енді мақсатты мазмұны негізінде келесі міндеттер айқындалды. Міндеттер бізде слайдта көрсетілген. Ал енді күтілетін нәтижелерге келетін болсақ, өлшеуге болатындай диагностикалық түрде құрастырылды. Мысалы, оқушының мәтінді терең түсіне оқуына, тиімді оқу техникасын дамытуға жағдай жасалады. Оқушыға мәтінді зерттеуге, әртүрлі мәтіндердің мазмұнына интерпретация жасауға бағыт-бағдар беріледі. Мәтіннен алған ақпараттарды өмірлік жағдаяттарда қолданып, оны шешуге бағытталады. Ақпараттарды талдап, бөлікке бөліп, олардың арасындағы байланысты түсінуге бейімделеді. Мәтіннен алған ақпараттарды жинақтауға, яғни синтездеуге, қорытындылауға, баға беруге, шығармашылық тұрғыда өнімдер дайындауға жағдай жасалады. Енді құрметті әріптестер, оқу бағдарламасы бойынша қазақ тілін оқыту коммуникативтік тәсілдерге негізделгенін білеміз. Бұл дегеніміз тыңдалым, оқылым, айтылым және жазылым дағдыларын қалыптастыру. Енді бұл курстың ішінде біз нақты оқылым дағдысын дамытуды назарға алған болатын тұғымыз. Оның ішінде оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін мәтін мазмұнын пайдалана білу, қалыптастырған білімі мен қабілетін дамытуы күтіледі. Осы негізде таңдау курсында оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту өзекті талаптардың бірі болғанын баса айтқым келеді. Бұл жерде жоғарғы ойлау талаптары, салыстыру, талдау, бағалау деңгейлері болған тұғын. Курс кіріс сауалнамасынан басталып, нәтижесінде оқу қызығушылығы мен оқу сауаттылығын дамытудың заманауи тәсілдерін зерделеуге, оқу сауаттылығын қалыптастыру құзыреттерін дамытуға бағытталды. Сіздер өздеріңіз қарап отырғандай, бұл жерде жаңағы тапсырмалар PISA форматында әзірленді. Курс бойынша оқушылардың оқыту қорытындысын шығару үшін бақылау нысандары әр сабақта жоспарланды. Курстың шығу нәтижесі ретінде Қарағанды облысында білім беруді дамытудың
оқу әдістемелік орталығының бастауымен өткізілген облыстық семинарда тақырыптар бойынша жоба, топтық жұмыстар қорғалды. Енді бұл жерде облыстық газет журналдарда шыққан осы курстың негізінде мақалалар сіздерге үзінділер беріліп отыр. Олар ұстаздар тәжірибе алмасады. Және қазір осы 34 тақырыптың ішінде балалардың өздерінің таңдауы бойынша, әр тақырыптың таңдауы бойынша өздерінің қорғаған жобалары, содан үзінді көрсеңіздер. Енді құрметті әріптестер, бұл бейнетаспада жаңа тақырыптың біреуін оқушылардың өздері таңдап алдық, мысалы ақбидай, сол бойынша өздерінің жобаларын қорғаған болатын тұғын. Енді біз кешірек қосылғанымызға байланысты бізде 10 минут қана уақыт қалды, сондықтан мен кішкене тездетейін. Келесі бізде сараптама нәтижесіне келейік. Сараптама нәтижесі бойынша бізде білім алу жүйесі бойынша салыстырғандағы 2022-23 жылы 2023-24 жылда салыстырып қарасаңыздар 10%-ға өсім бар. Және жарты жылдық бойынша қарасаңыздар, мысалы бірінші жарты жылдықта 6 бала жақсы оң нәтиже көрсететін болса, ал екінші жарты жылдықта 13 бала жақсы нәтижеге жетті. Оның жаңа қатысушылардың саны диаграммасы астында берілген. Келесі бізде алынған балалардан және ата-аналардан алынған жаңағы сауалнаманың диаграммасы көрсетілген. Бұл жерде бұл бағдарлама сіздің оқу үлгеріміңізге әсер етті ме дегенде 47-де 7% міндетті түрде өзгерді, және 35% біраз жақсарды, ал енді өзгеріссіз 10% қалған, біраз жақсарды дегенге 10% қалдырған екен, өзгеріссізге 10% қалған екен. Келесі енді ата-аналардан алған сұхбат бойынша, бұл жерде бұл бағдарлама балаңыздың үлгеріміне әсер етті ме дегенде 42-де 5% міндетті түрде өзгерді, және 42-де 5% біраз жақсарды, ал енді өзгеріссізде 12-де 5% көрсетіліп тұр. Енді бұл жерде келешекте осы жаңа оқушылардың ішінде 10% мысалы үшін өзгеріссіз, немесе ата-аналардың айтуы бойынша 12% өзгеріссіз, осы бойынша келешекте мынандай міндеттерге кеп тоқталдық. Ол келешекте мысалы оқуға үйретуді басқа пәндермен кіріктіру керек. Оқу сауаттылық дағдыларын тек тілдік пәндердің сабақтарында ғана емес, пәнаралық контекстте дамыту керек, және оқушыларға өз пікірлерін білдіру қажет екендігін, тапсырмаларды қолдау керектігі. Енді қазір мен сіздерге мынау оқушыларға арналған тұтас мәтін арқылы оқу сауаттылығын дамыту жұмыс дәптерімен таныстырып өтейін. Жұмыс дәптердің бірінші титулдық беті, мысалы бірінші сабақты алатын болсақ, сіздер қазір QR код арқылы кірулеріңізге болады. Сол QR кодты асқан кезде қазір сіздерден мынандай тапсырма пайда болуы керек. Сіздердің тапсырмаларыңыз мысалы мына жерде бір сұрақтардың біреуі болуы мүмкін. Мысалы, бұл сіздерге QR кодтан ашылып тұр, мінекей. Мысалы, отбасы қандай болды, қысқаша сипатта деген сияқты. Келесі екінші сабаққа тоқталайық. Екінші сабақта, мысалы үшін сіздер сол QR кодты ашатын болсаңыздар, әлем елдерінің жаңа жылды қарсы алуы бойынша бұл жердегі тапсырма QR кодпен кірулеріңізге болады. Бұл жердегі тапсырма мысал үшін суретті атауымен сәйкестендір. Мерекелерде ашық хаттармен құттықтау бізге қай елден келді деген, мысалы жай ғана оқушының атынан, мысалы Франция елі деп берілейік. Келесі, мысалы жаңа жыл дастарханына құс етін қоймайтын елдерімін, мысалы Ұлыбритания дейді, мысалы үшін баланың мәтінді оқығанын оқымағанын білетін боласыздар. Кей кезде қай елде жаңа жыл Дивали деп аталады дегенде, мен Үндістан деген сияқты. Осылай. Жақсы, келесі сабаққа келейік. Келесі сабақта бізде мысалы үшін 4 түрлік мал бойынша жасалынған. Бұл жерде де сіздер QR-мен кірулеріңізге болады. QR-мен кірген кезде сіздерден мынандай тапсырмалар шығады. Мысалы, әкесі неге риза болды? Келесі, баланың әкесіне қатысты сипаттамасы. Келесі, мәтіндегі әкенің соңғы сөзіне қатысты мақал деген сияқты осылай. Бұл жерде 34 сабаққа әртүрлі тапсырмалар берілген белсенді әдіс тәсілдер бойынша. Енді біз сіздермен мұғалімдердің
жаңағы мұғалімдерге арналған әдістемелік құралмен тоқталатын болсақ, бұл жерде бірінші әдістемелік құралда жаңағы ең бірінші әдістемелік құралдың титулдық беті, одан кейін барып жаңағы құрастырған авторлар, одан кейін барып мазмұны берілген, одан кейін түсініктеме хат берілген. Бұл да жаңағы жаңашылдығы, курстың міндеті, мақсаты, күтілетін нәтиже бойынша мен айтып өттім. Енді мына жерде аптасына 1 сағат, жыл бойы 34 сағат екендігі белгіленген болатындығын. Енді құрметті әріптестер, мына жерде қысқа мерзімді жоспарлар 34 сабаққа құрылды. Құрметті әріптестер, әлем тәжірибесі көрсеткендей, шындығында халықаралық зерттеу нәтижесінде алған мәліметтер бізге еліміздің білім сапасы мен әлемдік білім беру жүйесіндегі орны жөнінде ой өрбітуге мүмкіндік берді. Ахмет Байтұрсынов атамыз айтқандай, адамдық диханшысы деп ұстазды жай айтпаса керек. Осы орайда әлемнің өзгеруін қаласаң, сол өзгерістің алғашқысы өзің бол деген тұжырым мұғалімнің, оқушының жаңа бейнесін жасауға септігін тигізеді дегені сөзсіз. Ал құрметті әріптестер, сіздер ұсыныстарыңызды, сұрақтарыңызды қойсаңыздар, біз сіздерге жауап беруге дайынбыз. Егер де ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз жоқ болатын болса, келешекте бізде өтіп жатқан сарапшылар бар, содан кейін жаңағы ұстаз педагог зерттеушілер бар. Сұрақтарыңыз бар болса, қойыңыздар. Бұл енді қорғалған таңдау курсының бағдарламасы. Егер де көмек керек болып жататындай болса, сұрақ туындап жататын болса, онда мен сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Қалыңыз, қалдарыңыз қалай? Сұрағым жоқ, бірақ сәттілік тілеймін сіздерге. Рахмет. Сіздерге де жұмысты болсын, әріптестер. Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз жоқ болатын болса, әріптестер, онда сау болыңыздар. Рахмет қатысқандарыңызға.